Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Топчик Z. Бүгінгі видеомызда жаңа видео достар. Және де бүгінгі видеомызда біз сарбаз бар ғой, Free Fire жайлы түсіретін, соны тексеріп көргім келді де достар. Және де соның шайтан деген видеосы шықты. Талдың суретінде шайтанның белгісі тұр деген. Және де достар, мен сол жерге барып көрдім, обсерваторияның дәл жанында, дәл меткіні қойып сол жерге бардым. Және де достар, ол жерде бір ғана тал емес, көп талдар сондай суретті болып біртүрлі болып тұр. Достар, бұл ненің белгісі екенін білмеймін, бірақ та Free Fire'дың разработчиктері бір деңгені қосқан секілді. Бірақ достар, бұл өте жағымсыз көрінеді ойын ойнап отқан кезде. Бірақтан білмедім достар, бірақ сарбаз бізді алдамады, бір фотошоп бірдеңке деп хейт ететіндер болсаңдар, осы видеоны көріп отсаңдар, мені де хейт ететін шығарсыңдар. Бірақтан сарбаз рас нәрсені айтты достар. Бұндай талдар да бар достар, бірақ кәдімгі талдар да бар, әні көрініп тұр кәдімгі талдар. Және де достар, бұл талдарды не үшін бұндай қылып қосқанын білмедім. Или разработчиктер бұны ұмытып кеткен істеп бітіруді, или жақында істеп бітіреді достар. Білмедім, бірақ Free Fire дами берсін достар. Және де бұл осы видеода топ 1 алған ем достар. Және де бір уақытта топ 9-ға келген кезде менің программам видео сүретін өшіп қалған өзінен өз достар. Неге екенін білмедім, бірақтан достар, сеніңіздер сенбесеңіздер де өздеріңіз білесіздер, бірақ мен топ 1 алдым сол жерде. 3 килл жасадым тура хедшотпен, корякпен, және де достар корякпен хедшот жасағаннан кейін топ 1 алынды. Топ 9-дан кейін настоящий заруба басталған еді достар. Именно сол кезде менің камерам өшіп қалады достар. Егер де жоқ сенбеймін десеңдер, мен сендерге смело дәлелдеп бере аламын, өйткені мен сезонында профилімде жазылып тұрады емес пе достар. Ары қарай біздің видеомызға кетіп, видеомызды тамашалап отырыңыздар достар. Егер де сіздерге видео ұнап жатса достар, лайк басып арнайы тіркеліп кетіңіздер. Біз уже 400 подписчикменде достар, және де давайте 500-ге жақындатпасақ, содан кейін бір 500 подписчикке конкурс или 1000 подписчикке конкурс күтетін болсаңыздар, онда описанияға или комментарияға жазып кетіңіздер. Мен кейіннен барып соларды оқып, егер де сіздерге қазір конкурс керек болатын болса, мен конкурс жасай аламын достар. Смело. Так что лайк басып арнайы тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Топчик. Аман саулықта кездесейік.